Ақсу ауданының Жансүгіров ауылында ондаған отбасының көптен күткен арманы орындалды. Тұрғын үй кезегінде ұзақ жыл тұрған 57 жанұя жаңа қоныстың кілтін алды. Тақырыпты тілшіміз жалғастырады. Бүгін қоныс тойын тойлап жатқан тұрғындардың қатарында көп балалы отбасылар, мүмкіндігі шектеулі азаматтар, жетім балалар, сондай-ақ зейнеткерлер мен аудан ардагерлері бар. Басым бөлігі жалдамалы пәтерлерді паналап, қоныс аударуға мәжбүр болған. Жаңа пәтер иелерінің бірі Диана Сұлтанғазина. Бүгінгі алып отқан қоныс құтты болсын, аудан әкіміне көп-көп рахмет, басқаларына жұғысты болсын. Бүгінгі қуанышым енді айтарлықтай өте қатты, мен айта алмаймын. Жұғысты болсын бәріне. Өте қуаныштымын, көп-көп рахмет. Кезекте 6 жыл болып тұрғаныма. Балам бар, шүкір. Қазір осы үйді алдым. Көп-көп рахмет. Жетісу облысы құрылғалы бері Ақсу ауданында 257 пәтерлі тұрғын үй салынған. Бұл бастама халықты баспанамен қамту бағдарламасы аясында мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес жүзеге асырылуда. Бұл өз кезегінде баспана кезегінде тұрғандар санын кезең-кезеңмен қысқартып, тұрғындардың әлеуметтік жағдайын жақсартуға мүмкіндік береді. Қазіргі уақытта біз отбасы банкіге түгелдей құжаттарын өткізіп бергеніміз. Отбасы банкі арқылы бүгінгі күнге 60% ғана үйді бердік. Қалған үйлер келесі маусым айында беріледі. Осылайша өңірлерде тұрғын үймен қамтамасыз ету жұмыстары тек жекелеген отбасылардың тұрмыстық мәселесін шешіп қана қоймай, облысымыздағы әлеуметтік тұрақтылықты нығайтуға да ықпал етуде. Нұржан Қасаболатов, Карина Закариева, Ернар Серікқалиұлы, Жетісу арнасы.